Saudager dosum eдің байталабың, көп еді ақшаң соған сайтауарың. Қалтасында қаржы көп, мен өзіңді олигарх азамат деп айталамын. Мен болсам жұлдыз едім соңғы кезде, қор болдым қайдан ақша той табамын. Қалтада көк тиын жоқ, қаңғып қалдым. Мне грустно и одиноко. У меня вообще денег нету. Шығуды бұдан білсең айтамалын. Қарызға ақша шыға ма? Бере тұршы. Алло. Да. Ну как там с деньгами? Бір күн тойға шыққанда қайтарамын, қайтарамын ой, әгегім ай. Ау жасайсың маған ақша бер деп қысым, сонда қарыз болуға көнбекпісің? Қарызды қайтарамын деп қоясың, тойлардың тапқан кезде көрнектісің. Жігітсің ғой кішкене, қозғалсаңшы. Двигаться надо, что-то надо делать, бизнес, брат. Той болмай кетсе аштан өлмекпісің? Егер тойға шықпасаң, өмір бойы қораға кіріп жүре бермекпісің? Ай деместен мен келгенде ағысыңдар, қарапайым болуға тырысыңдар. Несі бар қолдан келген іс жасасаң, солай амал қылады дұрыс ұлдар. Ала салғың келеді менен ақша, болғанға менің айлық жұмысым бар. Біреу маған берсін деп жатқаның не? Амал қыл, тірі адамсың, тынысың бар. Тойларда қосып айтқан әннен басқа, бойыңда қандай сенің плюсің бар? Жарайды әңгімеңе жоқталасың, сен бірақ менен ақша көп табасың. Бір сұрап келген кезде бере салсай, мен үшін қата бермей текке басың. Ертең ақ байымын мен қарада тұр. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Бастысы той томалақ тоқтамасын. Маған қарыз беріп қал бір күндері, менен қарыз сұрайтын боп қаласың. Ей, боп қаласың оу, әгегім ай. Той қылмай өткізбейтін бір аптасын, қалайша қазақ мені ұнатпасын. Бір кезде жұлдыз едім амал нешік, басымда боп тұр қазір сынақ басым. Елге қызмет еттім ғой, енді халық мен секілді баласын жылатпасын. Мен халықтың көңілін көтердім ғой, халық мені биіктен құлатпасын. Ей, құлатпасын оу, әгегім ай.
жақсы адамдар тәкаппар болмаушы еді. Себеп таппай отырмын қолдар сені. Бауырым сенікіне міндетсіну, ішіңнің тарқамаптау толған шері. Сен халықтың көңілін көтерсең де, көтер алмай қапсың ғой көп нәрсені, вай. Ал қазір уақыт бөлек, заман бөлек. Bir Алла берсін деймін саған көмек. Аршысаң шырылдауық шегірткедей. Оңайма тер төкпесең тамақ жемек. Сұраныста өзгеріп кетті қазір. Бізге қазір шынайы маман керек. Повар, какова твоя профессия? Шалқайып ән айтатын шоумен емес, еңкейіп еңбек етер адам керек, ай.